Сәлеметсіңдер ме балалар? Бұл 3-ші сынып қазақ тілі сабағы. Сабақты бастамас бұрын төмендегі подписация батырмасын басып, лүпіл және қоңырау басуды ұмытпаңдар. Күнделікті сабақтарды бірге орындайық. Бүгін бізде 26-шы сабақ, 27-ші жаттығу. Мәтінді оқы. Сөзді және басқа дыбыстарды кез келген қашықтыққа жеткізу үшін америкалық профессор А.Г. Белл 1876 жылы телефонды ойлап тапты. Тиісті адамыңмен сөйлесу үшін байланыс желісінің екі басында да әрі телефон, әрі микрофон болуы шарт. Микрофон мен телефонды біріктіретін құрылғыны микротелефон деп атайды. Кәдімгі телефон трубкасы деп жүргеніміз осы. Ол телефон аппаратымен сым арқылы жалғастырылған. Ол кім? Бұл не? Кітабынан. Мәтіннің төменгі тапсырмаларына жауап берейік балалар. Мәтін не туралы? Телефоннан басқа қандай байланыс құралдарын білесің? Мәтіннен Ф дыбысы бар сөздерді тап. Досыңа қоғамдық орында ұялы телефонды пайдалану ережесі бойынша нұсқаулық дайында. Мәтін телефон туралы екен. Байланыс құралдары, яғни телефоннан басқа да байланыс құралдары телеграм, почта, рация екен. Осы мәтіндегі Ф дыбысы бар сөздер профессор, телефон, микрофон, микротелефон. Телефонды пайдалану ережелеріне нұсқаулық, яғни досымызға, я? Бірінші, қоғамдық орында телефонның дауысын басып қойған дұрыс. Екінші нұсқаулық, телефонмен қатты сөйлемеген жөн. Үшінші нұсқаулық, ән тыңдайтын болсаң, құлаққап пайдаланған дұрыс. Көпшілік орында, я балалар? Бұл менің нұсқаулығым, ал сендер өз нұсқаулықтарыңды айтсаңдар болады. 28-ші жаттығу. Көп нүктенің орнына тиісті сөздер қойып, сөйлемдерді көшіріп жаз. Мұнда керекті сөздер микрофон, фабрикасында, Фарида, Фарфор екен. Төмендегі тапсырмаларға назар аударайық балалар. Ф әрпі бар сөздердің мағынасына назар аудар. Фарфордан қандай бұйымдар жасалатынын дерек көздерден біліп ал. Көп нүктенің орнына керекті сөздерді қойдық балалар. Фарида Алматы кілем фабрикасында істейді. Анам фарфор шәйнекті күтіп ұстайды. Микрофон алдында сөйлеп тұрған құралай екен. Енді балалар, Ф әрпі бар сөздердің мағынасына назар аударайық. Мұнда бірінші Фарида деп тұр. Фарида бұл қыз баланың есімі екен. Фабрика бұл өнімді өндіретін және өңдейтін өнеркәсіп орны. Фарфор ақ балшықтың ең таңдаулы түрінен жасалатын су мен газды өткізбейтін минералды қоспа. Микрофон бұл дыбыс жазуға арналған құрылғы екен. Келесі фарфордан жасалатын заттар. Олар ыдыстар, мүсіндер, әшекейлер, сағат, шахмат, тағы да сондай басқа да заттар жасауға болады екен. Шығармашылық үзіліс. 29-шы жаттығу. Сиқырлы телефон ойынын ойнайық. Келесі сөз алдыңғы сөздің соңғы дыбысынан басталатын және сөздің құрамында Ф дыбысы болатын болсын. Үлгі, яғни мұнда шкаф деп тұр. Енді біз Ф дыбысынан басталатын сөз жазуымыз керек, балалар? Шкаф. Енді Ф дыбысынан физика дедім мен. Одан кейін физика дегенде А дыбысымен аяқталып тұр. А дыбысынан келетін Африка деп жаздым. Тағы да А дыбысымен аяқталды. Айфон деп жаздым. Одан кейін Н дыбысынан аяқталып тұр. Нефрит, яғни Н дыбысынан басталатын сөз нефрит. Нефрит деген ол тас екен балалар, я? Одан кейін Т-дан. Т-мен аяқталды, Т дыбысынан. Енді Т-дан басталатын сөз телефон. Мен енді бұл жерде өзімнің нұсқаулығымды жаздым. Сендер өз нұсқаулықтарыңды қоссаңдар болады балалар. Келесі бізде 30-шы жаттығу. Мұнда балалар ребусты шеш дейді. Ребусқа қарайық, суреттерге қарайық. Бірінші бізде Ф әрпі тұр екен, я? Келесі бізде суретте керік екен. Керік деген сөзде, яғни керік дегенде бізде 5 әріп тұр, я? Бірінші әрпін сыздық кіні, Р әріптері қалды. Тағы да ең соңғы 2 әріптерді сызып тастауымыз керек екен. К әріптерін сызып тастадық, сонда бізде ер деген сөз қалды әріптері. Сонда Ф-ға ер деген сөзді қосатын болсақ, фер деген сөз шығып тұр. Келесі бізде алманың суреті тұр, я? Алма дегенде 4 әріп, я, бізде?
яғни екі әріпін, басындағы екі әріпті сызып тастайтын болсақ, ала, бізде а сөзі қалады екен, әріптері. Енді ферге біз ма әріптерін қосатын болсақ, ферма деген сөз шығады екен. Және бізге айтқан ребустың шешуіндегі сөзді қатыстырып сөйлем құра. Ал балалар 30-шы жаттығуды жазып ала қойыңдар. Ребустың шешуі ферма екен, иә? Енді осы ферма сөзін байланыстырып бізге сөйлем құраңдар деген. Мен мынандай сөйлем құрдым. Ферма барлық үй жануарларын бағып ұстайтын шаруашылық орны. Мен осындай сөйлем құрадым, балалар. Сендер өздерің құрап көрсеңдер болады. Дәптерлеріңе әдемі көркем етіп жазып ала қойыңдар. Осымен балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі сабақта кездескенше.